қойған мақсатымызға жете алмадық. Ең біріншісі. Жанкүйерлерден кешірім сұраймын. Бұл айтар сөз жоқ. Бұл Чемпиондар Лигасындағы дебют матч, сондықтан біз бәрібір құттықтаймыз. Кешірім сұрайтындай дүние емес, барыңызды салғанымызды білеміз. Және осындай Чемпиондар Лигасында жалпы кезеңде өнер көрсетем деп ойладыңыз ба? Негізінде жоқ. Бұндай деңгейде ойнай алғаным бірінші рет. Соған өзімді кішкене солай жұбатам десем болады. Бірақ та 4-1 дейтін есеп бұл бәрібір бізге тән зат емес. Біз өз ойымызды ойнап, жеңіске жетуіміз керек еді негізі. Сол айтамын. Пенальти қайтарған сәттегі эмоция қандай болды? Тамаша. Тек онымен матч біткен жоқ екенін түсіндім. Соңына дейін ойнау керек екенін білдім, бірақ болмай қалды.